Келесі күнді Стамбулдың ғана емес, күллі адамзат өркениетінің ең ұлы сәулет ескерткіштерінің бірі саналатын Айя Софиядан бастадық. 537 жылы Византия императоры 1 Юстинаның бұйрығымен салынған бұл ғимарат сол дәуірдегі христиан әлемінің ең үлкен ғибадатханасы болған. 1453 жылы Фатих Сұлтан Мехмет Стамбулды алғаннан кейін Айя София мешітіне айналдырылды. Оның ішіндегі көптеген христиандық бейнелер әкеліп жабылғанмен толық жойылған жоқ. Кейінгі ғасырларда Айя София Османлы сәулет өнерінің ажырамас бөлігіне айналды. Онда әйгілі хаттат Казайскер Мұстафа Иззет Эфендінің алып каллиграфиялық тақтары орнатылған. Онда Алла тағаланың, Мұхаммед пайғамбардың және 4 халифаның есімдері жазған. Ғасырлар бойы бірнеше өркениеттің куәсі болған бұл ғимараттың сәулеті мен тарихы студенттерге ерекше әсер қалдырды. Келесі бағытымыз Еретабан Сарнıcı, яғни Еретабан жерасты цистернасы болды. 6 ғасырда салынған бұл алып су қоймасы кезінде Константинополь қаласын ауыз сумен қамтамасыз еткен. Ішіндегі жүздеген мәрмәр бағаналар мен жарықтың ерекше үйлесімі бұл орынды жер астындағы сарай атандырып келеді. Студенттердің назарын әсіресе медуза мүсіндері аударды. Олардың не себепті төңкеріліп қойылған жөнінде нақты пікір жоқ. Бір зерттеушілер мұны ежелгі аңыздармен байланыстырса, енді біреулері құрылыс материалдарын қайта пайдаланудың нәтижесі деп түсіндіреді. Одан кейін тарихи түбектегі ең көрнекті мешіттердің бірі Сұлтан Ахмет мешітіне жол тарттық. 17 ғасырдың басында 1 Ахмет Сұлтанның бастамасымен салынған бұл мешіт көгілдір изник керамикаларымен және алтын мұнарасымен әлемге кеңінен танылған. Гидтің мазмұнын түсіндірмесінен кейін бесін намазын дәл осы мешітте оқу сапарымыздың ең әсерлі сәттерінің біріне айналды. Түстен кейін студенттерге бірнеше сағат еркін уақыт берілді. Бірі тарихи көшелерді араласа, енді бірі кітап дүкендері мен сауда орындарынан естелік сыйлықтар сатып алды. Кешкі уақытта бәріміз қайта жиналып, уақытша орналасқан мекенімізге жол тарттық. Осылайша 2 күндік тарихи таным бағдарламамыз өз мәресіне жетті.